Сәлем достар, қазір мен екі түрлі пиццаның рецептісімен сіздермен бөлісейін деп тұрмын. Енді біз мәде бастайық. Мына біздің сүтіміз жылы болу керек. Сүтіміздің үстіне дрожжымызды саламыз. Оның үстіне тұзымызды саламыз. Үстіне шекерімізді саламыз. Үстіне ұнымызды сала отырып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды жұмсақ болғанша, ұнымызды ең қандырып илеп аламыз да, үстіне жайлап шемшкі майын қоямыз. Қанша грамм құрамына қосқанының барлығын қазір описанияға жазып кетемін. Осыны екіге бөлеміз. Екіге бөліп, дөңгелетіп, табаққа салып қоямыз да, бетін жауып қоямыз. 1 сағаттай қоямыз, әбден көтеріліп, иі қанғанша. Бетін салатымен жауып, майлықпен жауып қоямыз. 1 сағаттай қоямыз, 1 сағаттан кейін пиццамызды жасауды бастаймыз. Нанымыз көтеріліп дайын болғанша сырымызды үккіштен өткізіп дайындап қоямыз. Нанымызды қараймыз. Нанымыз жақсы көтерілген. Енді осыны пиццамызды бастаймыз. Осы бір бөлігін аламды. Бір бөлігін қазір пиццаны бастайым жасап. Бір бөлігін қоямыз. Қолмен кебіс қылып жазып аламыз. Қамырын бір тексіз болып жайып алдым да, енді отқа қойып пісіріп аламыз. Помидорымызды турап қоямыз, бетіне әшекейлеуге. Нанымызды піскені қызартып аламыз да бетін.
кетчугімізді жағып аламыз жақсылап. Кетчугімізді жағып, сырымызды саламыз. Бетіне туралған помидорымызды саламыз. Қайтадан отқа қоямыз. Міне бірінші пиццамыз дайын болды. Қазір екінші пиццаны саламыз. Енді пиццаның екінші түрін жасайын деп жатырмын. Бұны мынадай табаға саламыз. Нанымызды екіге бөлемін. Өйткені қазір бетіне біреуін жаюым керек. Сондықтан да екіге бөлемін. Бір тегіс қылып, бұнда жайып аламыз. Ортасына сырды саламыз. Жақсылап толтырып сырды саламыз. Сырды салып, бетінен басып аламыз да, бетінен екінші қамырымызды жаямыз. Қамырымызды дайындап аламыз. Оны да тегістеп екеуін бір-біріне біріктіреміз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Менің каналымда басқа да тамақтардың түрлерін жасалу жолдарымен таныса аласыздар. Осылай басып, пісіріп болғаннан кейін қазір бетіне
кетчуп құямыз. Пиццамыз пісуге дайын жақын қалды. Енді бетіне кетчупын жағамыз. Жақсылап бетіне жағамыз. Кетчупты міне жақсылап жағып алды, қайтадан отқа қоямыз. Міне біздің екінші пиццамыз дайын болды. Бұл пиццаны мен бірінші рет жасап жатырмын. Сіздермен бөлісейін деп, пісімі деп кесейік. Кесіп алдық, енді көрейік. Қандай керемет күшті болады екен бұл пицца. Сіздер де жасап көріңіздер. Сүйінде алып жатырмын. Өйткені сыр болғандықтан. Менің каналыма келіп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.